сіздерме. Бүгін біз Әли екеуміз зерттеу жұмыстарын жүргіземіз. Зерттеу жұмыстарына Әли айта қойшы, қандай заттар керек екен? Тұз, мөлдір су, бояулы су, және пипетка. Пипетка керек екен. Әли, бұл жұмысты зерттеу жұмысын бастау үшін бірінші не істейміз? Айта қойшы. Мөлдір суды аламызды. Иә. Бір қасық тұзды аламызды. Бір қасық тұзды алып, не істейміз? Ішіне құямыз. Ішіне саламыз. Жақсылап араластырамыз, е? Араластырамыз. Пипетка аламыз. Аха. Не істейміз? Бояу суды пипеткамыздан алып аламыз. Енді екінші немізді де көрейік, е? Екінші бояуымызды да көрейік. Нәтижесін бірге көреміз. Қабданды. Әли, неге біздің бояу суымыз астыңғы қабаттан араласпады? Өйткені жоғары қабатында жасыл тұзбен араласпаған. Астындағы қабатта тұзды су, өйткені ол Астыңғы қабаты тұзды су болғандықтан өйткені ол екеуі араласпайды. Араласпайды. Бұлай қозғасақ та Араласпайды. Әли, бүгінгі біздің зерттеу жұмысымыз ұнады ма? Иә. Сонымен біз зерттеу жұмысымызда не түсіндік? Тұзды суымыз тығыз болғандықтан астында қалады екен, тұщы суымыз жоғарғы қабатында қалады. Тұзды су мен тұщы су араласпайтынын білдік. Су мен тұщы судың араласпайтынын білдік. Өйткені тұзды су тығыз болғандықтан тұщы суды бетіне не істейді екен? Шығарады екен. Осымен біздің зерттеу жұмысымыз аяқталды. Сау болыңыздар. Сау болыңыздар.